Қайырлы күн, сәлем достар баршаңызға. Бүгін біз сіздермен осындай үй жағдайында сүзбе дайындайтын боламыз. Сүзбеге артық еш нәрсенің қажеті жоқ, тек қана қолдың қою қатығы болса жеткілікті, болмаса қою айран деп айтатын шығарсыздар бір өңірде. Тек қана айран болса болды. Тіпті ашайын деп жатқан айран болса да жарай береді. Сонымен қою қатығымызды алып, ыдысымызға құйып, астындағы отын баяу қойып, 10-15 минут сүзбеден сары су ажырағанша осылай араластыра отырып қайнатамыз. Астындағы оты қатты болмасын, күйік татып асты күйіп кетеді. Және егер сіздер осы сүзбеден құрт жасайтын болсаңыздар, сүзбенің басы бірікпей қалады. Осылай баяу отта қайнатып, жаңағыдай сүзбеден сары судан сүзбесі ажырағанша қайнатып алып, өшіріп 1 сағаттай суытыңыз. Ыдысқа марлыға сүзіп алу үшін. Осылай аламыз. Мысалы, қайнаған дайын болған қалай білеміз? Осылай араластырғанда сары суының осы ішіндегі сүзбесі іртік-іртік болып көрініп тұрады. Осылай суытып алып, бұл жерде менде орамал, сіздер орамал болмаса марлыға сүзіп алсаңыздар болады. Сары суын ажыратып аласыздар, осылай бөліп, және үстіне ауыр зат қою арқылы сүзбенің арасында қалған артық сары судан да солай арылуға болады. Достар, сары суды да тастамаңыздар. Сары судан нан илегенде қосып жесеңіз болады. Өзін ішсеңіз де сары су деген қанша пайда. Сары суға бөлек тоқталатын боламыз. Мына жерде сүзбенің үстіне мен ұн қойайын деп жатырмын. Ұнды мынадай ыдысқа салып алып, 3-4 сағатқа бойындағы артық су бөлінгенше қойып қойдым. Осылай, осы жерде арада 3-4 сағат өтті. Осыншама сары су бөлініп шықты. Сүзбені енді өзіміздің ыдысымызға салып аламыз. Біздің сүзбеміз дайын болды. Осы сүзбені осы тұрған күйінде балаларға да бере берсеңіз болады. Егер шамәл тәттілеу болғанын қаласаңыз, қант қосып берсеңіз де болады. Болмаса, бұл сүзбеден әртүрлі творог қосылып жасалатын творожный пирог, басқа да рогалики, басқа да заттардың барлығын дайындап берсеңіздер болады. Тек қана айраннан жасалғасын, ешқандай қоспасы болғасын, тіпті дүкеннің сүзбесінен, творогынан 1000 есе артық десем, кем айтқаным емес. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасаңыздар, балаларыңызға беріңіздер. Балалық кездің әжеміз оттың астына жағып, осылай мол-мол қайнатып, құрт үйлеген кездің бәрі көз алдымыздан өтті ғой. Өте тамаша кездер. Міндетті түрде сіздерде дайындаңыздар. Балаларыңызға, жолдастарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Егер менің каналым ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып, лүпіл басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Каналдың атсалысына өздеріңіздің үлестеріңізді қосыңыздар. Сіздермен болған Аяжан.